Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біздер 6 сынып бойынша 4-ші тоқсан, 4-ші тоқсандағы статистика, комбинаторика бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талқылайтын боламыз. Бірінші нұсқаның есептері, бірінші есебі былай мынандай есептер берілген екен. 3, 7, 5 және бос мына жерде бос орын 21, 18, 19 қатарлары берілген. Төмендегі ақпаратты пайдаланып қатардағы жетіспейтін натурал санды табыңыз дейді. А бөлімі, яғни А пункті арифметикалық ортасы 13-ке тең дейді. Екінші В бөлімінде өзгеріс ауқымы 37-ге тең дейді. Қатар модысы 21-ге тең дейді. Енді бірінші есептің арифметикалық ортасын табайық. Арифметикалық ортасын табу үшін, яғни ережені пайдаланамыз. Берілген сандарды қосамыз. Бізде бос санның орнына, белгісіз санның орнына x деп белгілесек, қосу 21 қосу 18 қосу 19. Яғни осы сандарды қосып барлығын есептесек 7 сан екен, яғни берілген сан 7 санға бөлеміз. Яғни осы 7 санның қосындысы бізде арифметикалық ортасы 13-ке тең екен. Енді барлық алымдағы сандарды қоссақ, бұл жерде бізде шығады 73 шығады екен. 73 қосу x тең 13-ті көбейтеміз 27-ге. Бөлшектің бөліміндегі санды пропорциямен. Яғни 73 қосу x тең 91-ге. Осыдан x-ті тапсақ, x тең 91-ден азайтамын 73-ті. Сонда x тең болады бізде 18. Яғни біздің белгісіз санымыз сонда 18 екен. Жауабы 18. Яғни жауабы 18-ге тең екен. Бұл А пункті бойынша. Б пункті бойынша өзгеріс ауқымын табу керек. Б пункті бойынша өзгеріс ауқымын. Яғни өзгеріс ауқымы дегеніміз ең үлкен саннан ең кіші санды азайту. Яғни бұл жерде мына белгісіз санды есептемеген жағдайда ең үлкен санымыз 19, ең кіші санымыз 3. Енді 19-ден 3-ті алсақ бізде 16, ал бізге керегі өзгеріс ауқымы 37. Олай болса, мына белгісіз сан бізде ең үлкен сан болып есептеледі. Яғни бұны біз x деп алайық. Яғни x-тен ең үлкен саннан азайтамын ең кіші бізде 3 деген санды. Яғни өзгеріс ауқымы бізде 37-ге тең еді. X тең 37-ден 37-ге қосамын 3-ті. Сонда x-іміз тең болады бізде 40-қа тең. Яғни бізде ең үлкен санымыз ең үлкен сан бізде 40 болды. Ең кіші сан, яғни бізде 3. Сонда өзгеріс ауқымы В жауабы бізде екінші жауапта 40-қа тең болады екен. Енді С
екіншісі қатар модасы дейді. Мода дегеніміз белгілі бір сандардың бірнеше рет қайталанып ішінде көп сан болса, сол сан модасы деп аталады. Олай болса, мына жерде 3 біреу 7, бізде барлығы бір біреуден екен. Бізде қатардың модасы 21 болу үшін, онда мына жердегі сан бізде 21 болу керек екен. Олай болса, С жауабы бойынша бізде белгісіз сан 21 екен. Екінші есеп бойынша алпамыстың ақ және көк түсті бейсболкалары, ақ, сары және көк футболкалары және қара және көк түсті джинсилары бар. Егер ол бейсболка, футболка және джинсиларды ауыстырып кисе, алпамыс неше түрлі болып киініп алады? Жауабыңызда нұсқалар ағашын құрып көрсетіңіз дейді. Олай болса, бізде ақ түсті алайық, бейсболканы ақ түсті, мына жерде ақ деп алайық. Ақ түсті бейсболка, және бізде көк түсті екен. Жерде көк түсті, көк. Енді ақ түсті, ақ, сары және көк футболкалар. Бізде ақ, сары және көк футболкалар бар екен. Оны біздер онда былай етіп алайық. Жерде ақ футболка, ақ. Жерде көк футболка, көк. Және сары футболка. Сары. Және осы сияқты екінші көк футболкада да осылай ақ футболканы киеді бірінші. Одан кейін көк футболканы киеді. Көк футболканы киеді. Одан кейін бізде сары футболканы киеді. Енді және олар әрқайсысына қара және көк түсті джинсилары бар дейді. Енді ақ бейсболка мен ақ футболканы кисе, бізде енді қара түсті джинси мен көк түсті джинсиді киеді. Онда біздер былай етіп саламыз. Қара джинси және көк джинси. Дәл осы сияқты барлығына да қара, көк. Жерде қара, жерде көк. Сары астына, сарының төменгі жағына да қара, көк джинсиді киеді. Екінші көк түсті бейсболкамен біздер дәл осы сияқты жаңағыдай джинсиларды жазамыз. Қара, жерде көк. Қара, көк. Сарымен де қара, көк. Қара, көк. Енді осылардың барлығын есептеп шықсақ, қанша рет алмастырып киюге болады? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12. Сонда жауабы алпамыс 12 рет киіне алады екен. Жауабы бізде 12. Жауабы бізде 12. Үшінші есепте пойыз жолдың 280 километрін дейді. S1-ші бізде жолда 280 километр
280 километр. S2 S2 тең екінші бөлім 120 километр екен. 120 километр. Бірінші жолдың жылдамдығы бізде V1 деп белгілеп кетейік. Бірден V1 бізде 70 километр сағат. 70 километр сағат. V2-де 120 километр жол болса, V2 бізде 40 километр сағат. 40 километр сағат. Үшінші бөлігі бізде S 150 километр сағат. километр. V3 жағының жылдамдығы бізде 50 километр сағат. Біздерде енді орташа жылдамдықты табу үшін бізде негізгі формуласы S1 бірінші жолды, S екінші жолды және S үшінші жолды қосамыз, және олардың сағат T1 сағат, екінші T2 қосу T3 сағаттың қосындылардың қатынасына тең. Яғни бізде енді уақыт белгісіз. Олай болса біздер уақытты тауып аламыз. T1 жолдың, яғни уақытты тапсақ, онда S1-ді бөлемін V1-ге. 280-ның қатынасы, яғни 70. Жерде километр, сағат тең болады. Бізде 280-ді 70-ге бөлгенде 4 сағатқа тең болады. T2-ні табайық. Дәл осы сияқты жолды жылдамдыққа бөлеміз. 120-ны 40 бөлемін, бізде шығады. Сонда 3 сағат. T3-ті табамын. Бізде 150-ді бөлемін 3-ге, 50-ге тең болады. Бізде 3 сағат шықты. Біз уақыттарын тауып алдық. 3 жүрілген жолдың. Енді апарып осы формулаға қойсақ, бізде 280 қосу 120 қосу 150. Енді уақыттарымыз бізде бірінші T1 4 сағат. Қосу 3 сағат. Қосу 3 сағат. Тең болады. Енді 6-10 болды бөлімі.
алымы 120-ға 280-ді қоса 300, 400, 400-ге 150-ді қоссақ 550. Яғни 550-ді 10-ға бөлсек, сонда бізде 55 километр сағат екен. Орташа жылдамдығы 55 километр сағат екен. Жауабы 55 километр сағат. Тыңдағандарыңызға рахмет.